Жаңа Қазақстан деген осы ма сонда? Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық жүйеге бағынбайтындарды осылай жайпауын қоймайынша қайтып адам болмақсыңдар. Если что, бізде бос вакансия көп. Бұл кино қолдау емес, кино қорлау қоры. Мысалы, менің 4 жобам із-түзсіз кетті. Без вести пропавший дейді соғысқа. Қазіргі күнге дейін мен алған жоқпын. Не себеппен оларды қайтарған? Миллиардтар жатқан көмбенің үстінде отырған ұлттық киноны қолдау орталығының басшылығына 5 сомың 10 тиын. Өз адамы өтсе болды. Қалғанында шаруасы жоқ. Біздің бүкіл процедурамыз шектелген осы ережелермен, ол бекітілген. Біздің қолымызда ештеме жоқ, біз қазір мысалы көмектесе алмаймыз. Міне, бұдан кейін қазақ комедиядан басқа кино түсіре алмайды деп ренжімей-ақ қой. Құлқынның қамын ойлаған